Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің номер 61 бөбекжай балабақшасы. Білім беру саласы таным, шығармашылық пәні, математика негіздері, жапсыру тақырыбы 4 санымен танысу, шырша. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Сендер оны қалай білдіңдер? Бір жылда неше жыл мезгілі бар? Дұрыс, 4 жыл мезгілі бар. Қанеке, оларды маған аттап беріңдерші. Дұрыс, көктем, көктемнен кейін жаз, жаздан кейін күз, күзден кейін қыс. Балалар, мынау бізде не? Дұрыс, шырша. Барлығы неше шырша? 1, 2, 3. Ал енді тағда бір шыршаны қоссақ, қанша шырша болады? 1, 2, 3, 4. Барлығы 4 шырша. Балалар, ендеше қазір біз қанша шырша бар, сонша жаңғақ астына қоямыз, жарай ма? 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар. 4 саны неге ұқсайды? Біздің 4 санымыз теріс тұрған орындыққа ұқсайды екен. Теріс тұрған орындық қандай санға ұқсайды? Дұрыс, 4 санына. 4 санын ауада жазамыз. Қане бірге сұр саусақпен бастаймыз. Жоғарыдан төменге қарай сызамыз. Оң жаққа бұрып сызып, жоғарыдан төменге қарай сызып жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мына суретте кім алыс тұр, кім жақын тұр? Қанеке, маған атап көрсетіңдерші. Дұрыс, Аяз ата жақын, шырша алыс. Балалар, келесі суретке назар аударайықшы. Кім бізде биік, кім бізде аласа? Дұрыс айтасыңдар. Аяз ата бізде биік, ал балалар бізде аласа. Мына суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс, аққала мен шырша. Сонда айтыңдар, шырша алыс па, әлде аққала алыс па? Дұрыс, алыс шырша тұр, аққала жақын тұр. Біз қыс мезгілін қандай мерекені асыға күтеміз? Дұрыс, жаңа жылды. Қанеке, жаңа жылға арнап шырша жабыстырайық. Балалар, айтыңдар, шырша қандай пішінге ұқсайды? Оның түсі қандай? Дұрыс, 3 бұрыш пішінге ұқсайды. Ендеше біз бүгін шыршаны 3 бұрыш пішіннен жасаймыз. Қанеке, балалар, қауіпсіздік ережесін еске түсірейікші. Жапсыру сабағында не істеуге болмайды? Жарайсыңдар, балалар. Қауіпсіздік ережесін білесіңдер. Ал енді қанеке, саусағымызды жаттықтырайық. Орындық жаттығуы. Алақанымызды ашамыз, сол қолымызды жұдырығын жұмамыз. Енді 2 қолымызды түйістіреміз. Осы жаттығуды сол қолымызбен де қайталаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Жасыл түсті шаршыны бүктеп, оң жақтың төменгі бұрышынан сол жақтың жоғарғы жағына дейін қиямыз. Бізде 3 бұрыш шықты. Ал енді, балалар, қоңыр түсті қағазды алып, түбірді қиямыз. Жарайсыңдар, балалар. Енді түрлі түсті қағаздарды алып, әр түрлі дөңгелектерді қиямыз. Ең алдымен кішкентай шаршыларды алып, оның 4 бұрыштарын қиямыз. Бізде дөңгелек шықты. Ал енді, балалар, түбірді қағаздың төменгі жағына қойып жабыстырамыз. Одан кейін 3 бұрыштарымызды жоғары қарай жабыстырамыз. Бізде не шықты, балалар? Дұрыс, шырша шықты. Жарайсыңдар. Балалар, біз ұйымдастырған оқу қызметінде не істедік? Қандай санмен таныстық? Біз нені бүгін жапсырдық?
қош сау болыңыздар.